Қайырлы күн баршаңызға, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге барлығымызға белгілі болған фунчоза салатының оңай жасалу жолын көрсететін боламын. Ең алдымен каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп кетіңіз және де қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Видеоның ең маңызды жерлерін өткізбей, видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен табамызға 2 ас қасық май құйып, майды қыздырып, алдын ала соломка етіп туралған еттерімізді жақсылап қуырып аламыз. Сосын үстінен жарты чайна ложка тұз салып, жақсылап араластырып, тағы да суы тартылғанша қуырамыз. Міне суы да тартылды. Енді жарты бокал су қойып, астыны жай отқа қойып, 30-40 минутқа қоямыз. Сосын егер суы тартылып кетсе, тағы да су құямыз. Келесі ет піскенге дейін көкөністерімізді осылай турап аламыз. Осындай орташа бір қиярды барлығыны соломка етіп осылай турап шығамыз. Келесі болгарскийдан осылай соломка етіп барлығын турап аламыз. Міне болгарскийдің бәрін осылай турап алдым. Енді алдын ала турап алған 2-3 штук чеснокты майдалап турап осылай үстіне саламыз. Келесі көкөніс бізде сәбіз, орташа бір сәбізді алып, қабығын ашып, осылай теркадан шығарып аламын. Міне осылай теркадан шығарып алдым. Көкөністеріміз дайын. Келесі ыдысымызға фунчоза лапшаларын салып, қайнаған ыстық суды бетімен құйып, бетіні жауып 10 минутқа алып қоямыз. Міне 10 минут өтті. 10 минуттан кейін суны төгіп тастап, мұздай суға жуып алдым. Жуып алғаннан соң осылай пышақпен кесіп аламыз. Егер кеспейтін болсаңыз, жеген кезде ұзын болып ыңғайсыз болады. Турап алған көкөністердің үстіне фунчоза лапшаларымызды саламыз. Сосын үстінен жаңа пісіріп алған еттерімізді саламыз. Менде 40-50 минутта пісіп дайын болды. Сосын үстінен жарты чайна ложка уксус құямыз. Сосын 2 ас қасық соевый соус қостым. Сосын дәміне қарай тоз бұрышын қоссаңыз болады. Барлығын салып болғаннан соң жақсылап араластырып аламыз. Міне салатымыз дайын. Айтқандай жасалу жолы өте оңай және тез. Сізде осы әдіспен жасап көріңіз, өте дәмді болып шығады. Қонақ келгенде жасай салатын өте оңай және тез жасалатын салаттардың бір түрі. Егер менің видеом ұнаған болса, лайк басып және комментарий қалдырыңыз. Алдағы уақытта жақсы түрлі пайдалы рецепттермен бөлісемін. Қош сау болыңыздар.